Сәлем достар, қалайсыздар? Біздің кіріспе сабаққа, веб-дизайн кіріспе сабағына қош келдіңіздер. Менің атым Омарбек Нұрмұхамед, Таңда Стадия онлайн университетінің құрушысы боламын. Ал енді жалпы бүгін не өтеміз? Бүгін веб-дизайнмен танысатын боламыз кіріспе сабақта, және де бұл Таңда Стадия онлайн университеті туралы толықтай мағлұмат алатын боласыздар. Енді бірінші таныстыра кетейін өзімді. Мен Таңда Стадия құрушысымын, жаңа айттым. Кәсіпкермін және программистмін. Ең бірінші программист болып бастадық өзімнің жаңа карьерамды. Одан кейін барып кәсіпкерлікке көше бастадым. Яғни программист қалай болдым? Яғни мектеп кезде біз КТЛ-да оқыдым. КТЛ-да оқыған кезде бізде олимпиадаға дайындайтын. Сол олимпиадада басында информатикадан олимпиадаға қатысып бастадым. Информатикадан жаңа облыстық республикалық олимпиадаларға қатысып жеңімпаз атандым. Одан кейін 10 сыныпта робототехникаға қызығушылығым артты. Ең бірінші рет республикалық жарыс болатын. Соған қатысып бірінші орын алдық. Одан кейін робототехниканы тастап кеттім. Одан кейін не болды? Одан кейін кәсіпкерлікке байланысты менде Ариф онлайн, математика онлайн оқыту курсын аштық. Асхат деген досыммен бірге. Одан кейін смарт робот робототехника онлайн курсын аштық. Енді қазіргі таңда мен Таңда Стадияға фокусымды қойдым. Қазір осымен айналысып жатырмын. Мынау менің түрім. Егер таныссақ. Одан кейін енді командамен толықтай таныстыра кетейін. Тахир Мунарбеков біздің командадағы full stack разработчик. Бұл Таңда Стадия онлайн курсының методисті. Өзі программист. Яғни біз егер өзіміз программист болмай сіздерге қалай сабақ береміз программированияны, сондықтан бұл жігіттер, қыздар өзінің опыты бар программированияны. Енді full stack разработчик деген кейбіреу білсе, кейбіреу білмейді. Backend, frontend деген болады. Frontend деген жаңағы сайттың беткі бөлігін жасайды. Дизайны, суреті деген сияқты. Ал backend жаңағы функцияларын жасайды. Ал бұл жігіт full stack деген екеуінде меңгерген программист. Карьерасы қалай басталды? Автоматада, мен сияқты тоже КТЛ-да оқыған жігіт. Автомата деген компанияда стажировканы өтті. Одан кейін Таңда деген өзінің бизнесі болды. QL деген өзінің ең бірінші онлайн кинотеатрды жасады. Crystal Spring, Кіркомбанктың сайтын жасаған жігіт. Қазір енді бізде методист, яғни біздің курстарды тексеріп, дұрыс емес екенін, қалай болу керектігін бүткілін жасайтын жігіт. Одан кейін біздегі мұғалім, сіздерге айта кетейін, веб-сайт құрастыру курсын өтетін мұғалім бізде Баритова Мөлдір. Бізде ол қыз жас болса да өте керемет білімді, алтын белгі иегері, жаңағы халықаралық және республикалық жарыстарға көп қатысып, соның жеңімпаз атанған. Қазіргі таңда СДУ-да оқиды, ақпараттық жүйелер мамандығында, және қазір бізде Таңда Стадияда мұғалім. Бұл бізде фронтенд разработчик. Как раз сіздерге осы сабақтан беретін болады. Енді жалпы не үшін программалау деген сұрақ келеді? Не үшін программирование? Қазір осы соған жауап айтатын болайын. Программирование қазіргі таңда әлемдегі ең жоғарғы жалақысы, яғни әлемде қазір орташа жалақы $8,000 сондай. Ал Қазақстандағы орташа жалақы статистика бойынша $300,000 қазіргі информатиктердің жалақысы. Одан кейін қазір IT технологияға Қазақстанда студенттерге сұраныс көп. Яғни түсетін студенттер көп, одан кейін жұмысқа сұраныс көп. Қазір KitHunter'дан іздесеңіз, сізге 5,000-нан жуық компания өзіне айтишник іздейді, программист іздейді. Енді ойлап қараңыз. Және орташа жалақы сол жақта $320,000. Сол үшін біз қазіргі программированияны онлайн, қазақша, яғни Қазақстандағы қазақша программированияның базасын қалыптастырып жатырмыз. Ол, яғни бізде кейбір жерлерде орысша білмейтін кісілерге арналған, тек қазақша сөйлеу. Өйткені қазіргі таңда курстардың бәрі орысша ғой. А біз осындай инициатива алып қазақшасын жасап жатырмыз. Енді
біз өзіміз программист болмай сіздерге қалай программированияны үйретеміз. Соны дәлелдеу үшін біздің жасаған проекттеріміз әлем оқыту орталығы, біз жасаған осының проекттер. Одан кейін Morrison English Academy курсын біздің проект, және тағы да көптеген проекттер бар, оны айта берсең көп. Енді тағы да не үшін веб-сайт құрастыру курсы? Енді программирование туралы айттық. Оның ішінде веб-сайт құрастыру. Программирование өзі көптеген тілдер бар. C++, Java, Python, C#, көп, PHP. Енді біз осының ішінде қазір сіздер келген ол веб-сайт әлемі. Веб-сайт құрастыру. Қазіргі таңда Қазақстанда бизнестер көбейіп жатыр, компаниялар көбейіп жатыр. Соған сәйкес компанияларға не керек? Әрине, сайт керек. Өздерінің жеке дербес веб-сайты керек. Ал веб-сайтты кім жасайды? Әрине, веб-сайт құрастыратын разработчиктер жасайды. Ол фронт-энд болуы мүмкін, ол бэк-энд болуы мүмкін, ол немесе фулл-стек болуы мүмкін. Бұл сіздерге компаниялар өзіне немесе өзіне жалдан жұмыс жасайтын веб-сайт құрастыратын жұмысшы керек, немесе компанияларға сіз жасап берсеңіз болады. Яғни қазіргі лендинг пейджтердің өзі бағасы 50-60 мың теңге тұрады. Сіз өзіңізге заказ алып, сол лендинг пейджті жасап беріп, веб-сайтын, яғни бір компанияның рекламный сайтын жасап беріп, сіз 50-60 мың теңге бір сайттан жасасаңыз болады. А ол бір сайтты сіз бір аптада жасап, яғни 4 аптада 50-60 мыңнан 240 мың теңге айына тапсаңыз болады. Ал немесе бір жерге барып жұмыс жасасаңыз болады. Осындай фронт-энд разработчик болып. Сол үшін осындай курс бар. Енді жалпы неден құралады? Веб құрастыру неден құрады? Ең бірінші веб-дизайн. Бұл өте маңызды жері. Сіз егер сайттың дизайнын білмейсіз, сайтты қалай құрастырасыз? Бірінші сізге сызба болу керек, яғни дизайны болу керек, кішігірім болсын. Бір черновой вариантта болсын. Сіз өзіңіз түсінетіндей. Веб-дизайнды толықтай өткен кезде ғана сізде сайт құрастыруға бір база болады, фундамент болады. Қазір біз осы курсты өтеміз. Веб-дизайн курсын өтеміз. Ол 3 сабақтан құралады. Одан кейін структурасы HTML. HTML-ді кейбіреулер язык программирования жатқызады, кейбіреулер жатқызбайды. Енді әркім өзі қалай қарайды. CSS ол сайттың стилі, яғни кодпен сайттың стилін жазатын тіл. JavaScript ол сайттың функциясы, яғни қандай кнопканы басқан кезде не пайда болады, сол бізде JavaScript жауап береді. Немесе басқаша айтқанда JS. Енді біздің курс қазір веб-дизайн. Осы курс веб-дизайн курсы. Енді курсты жаңағы веб құрастыру, веб-сайт құрастыру курсын толықтай өтетін болсаң, жаңағы веб-дизайн, HTML, CSS, JavaScript бәрін толықтай өтетін болсаңыз, сізді не күтеді? Ең бірінші сізді мен құттықтаймын. Соңына дейін барғаныңыз үшін, яғни соңына дейін курсты қарағаныңыз үшін. Одан кейін сізде ақша табатын, яғни бізді сертификат алғаннан кейін любой бір жұмысқа, стажировкаға өтсеңіз болады. Немесе біреуден заказ алып, ақша тауып бастай берсеңіз болады. Яғни былайша айтқанда уже өткеннен кейін айына 300 мың, 200 мың теңге ақша тауып, өз-өзіңізге жұмыс жасап берсеңіз болады, фрилансер болып. Ал енді өтпесеңіз, сол жағдай жалғаса береді. Яғни сол кей сіз өз-өзіңізді іздеп жүресіз, өз-өзіңізді, яғни ақша табатын жолдарды іздейтін боласыз. Яғни қаражат жағынан қиналып жүретін боласыз. Өкінесіз әрине. Және де ал телефон шықлау, сондай уақыттарыңыз босқа кететін болады, яғни бір жұмыс болмаса. Енді веб-дизайн. Біз қазір веб-дизайн Figma деген платформада өтетін боламыз. Яғни арнайы Figma деген платформа арнайы сайттың дизайнын жасауға. Ол жақтан сайттың кодын алып алуға болады. Photoshop сияқты, бірақ Photoshop'тың дамыған түрі. Жалпы не өтіледі? Бірінші кіріспе сабақ қазір болып жатыр. Келесі сабақта сіздер негізгі элементтерін, сетканы және экранды, одан кейін модульдерді өтетін боласыз. Бірінші, мынау сіздерге берілген видео.
Stepik деген платформа бар. Онлайн платформа. Сол платформаға сіздер регистрация жасау керек бірінші. Яғни соны жазып аласыздар. Немесе ноутбук арқылы браузермен кіресіздер. Немесе былай істесеңіздер болады. Телефонға жазып алсаңыздар болады. App Store'да Play Market'те Stepik деп жазсаңыз шығады. Одан кейін сіздерге біз ссылка жібереміз осы сабақтан кейін. Ссылкаға кіресіздер, регистрация жасайсыздар. Сосын сіздерге арнайы курсқа доступ ашылады. Әр курстың өзінің модульдері болады және үй жұмыстары болады. Енді айта кетейін, курсты толық бітірсеңіз, менің сыйлығым бар сіздерге. Ол сіздерге стажировкаға немесе жұмысқа 100% қабылдайтындай ететін бір сыйлық. Ол сыйлықты алу үшін курсты толығымен өтіп, берілген үй жұмыстарын жасап, проектті жасау керек. Сол кезде ғана мен сол сыйлығымды беретін боламын. Одан кейін не? Веб-дизайн сіз үшін не? Веб-дизайн біреуге творчество болуы мүмкін. Веб-дизайн біреуге просто дизайн болуы мүмкін. Біреуге сурет болуы мүмкін. Сіз үшін не? Бүгінгі сабақтан түйгеніңіз. Яғни бұл кішігірім сондай бір тапсырма. Веб-дизайннан не ала аласыз? Сондай сұрақ сізге. Оны қазір өзіңіз үшін жазыңыз. Оны тексерудің қажет жоқ. Яғни веб-дизайн осы кіріспе сабақтан қандай инсайт алдыңыз? Келесі сабақта алғашқы сайтыңның дизайнын жасап бастайсың, яғни өзің армандап жүрген сайтының дизайнын бастайсың. Ал онда кеттік, бастайық. Біздің осындай жасап жатқан, яғни қазақша программирование курсын қолдайық, достар. Сабағымызды бастайық. Өте табанды болайық. Сабақты қызығушылықпен қарай, өйткені өте керемет нәрселер үйренетін боласыздар. Достар, сау болыңдар, келесі сабақта кездескенше.